Барлығын ашып айта сал деп смс-тер өте көп келіп жатыр. Айту оңай еді, бірақ еркек болған соң барлығын сыртқа шығарып, өзгені де өзімді де ұятқа қалдырғым келмейді. Барлығын уақытқа салам. Не болған мен бір алла біледі, және де мен білемін. Сондықтан да сабыр сақтаймын. Біреуді ақтап, біреуді жамандамаймын. Сол үшін қолдауларыңызға көп рахмет. Кішкене сабыр ұстайық. Мүмкін ашу қайтып бар реттеліп кетер деген оймен қазір жүрмін. Мен сіздерге айтам ғой, маған оның сторисін жібермеңіздерші, өтініш. Енді бір нормальный жұмысымды бастап, ілгері кетканда настроение құртып жібере бересіздер, бүкіл жұмысқа деген настрой кетіп қалады. Алдында бір бітті деп салып отырды, әлі сол біттісін әлі салып жатыр ма? Енді ештеңе өзгермейді. Бұл менің ғана шешімім емес, бұл екеуміздің де шешіміміз осы болды. Мүмкін тағдырымыз осы шығар. Сондықтан да өтініш жібермеңіздер. Там бірдеңе айтамын деп угрозалар айтып жатыр ғой. Если қазір ашумен бірдеңе айтып қоятын болса, потом мен де айтып қоятын болсам, вот елге қара беттің көкесі сол кезде болады. Лучше екеумізде қазір осы абырой тұрған кезде қоя салған дұрыс деп ойлаймын. Тыныштықпен. Каждый ұрыс сайын кетсе ал, кет ал, не істеп отырсың, кетсе деген сөз бар ғой. Мына жерінде тұр. Татауы, мен ана сөзді естісем кіршам кетеді. Менің өмірімдегі ең жек көретін сөздерімнің бірі болып қалды. Мен ана сөзді естісем, көзім қарауытып, арқам көтеріліп, кәдімгі өз-өзімді істей алмай, не істеп, не қойғанымды білмей қалам. Мен сол моментте үйден шығып кеттім де үйге оралған жоқпын. Мен білдім, если мен ана моментте үйде қалғанда, ана ашумен бірдеңе болып, мен сотталып, бірдеңе болатын еді. Лучше қазір ойланып отырмын, енді кетіп қалғаным дұрыс болған шығар мен үшін деп. Ойлады ғой, енді қазір машинасы жоқ, там да күнін көре алмай қайтып кетті. Ондай нәрсе алдағы уақытта болмайды. Әркім өз үшін өмір сүреді. Мен тем более еркек, мен любой жерден, тем более Қазақстанда мен басым істесем, любой жерден ақша шығарып аламын. Ол мен үшін қиын емес. Так что өмір уақыт көрсетеді барлығын. Құрметті менің оқырмандарым, менің отбасылық жағдайыма байланысты ешқандай нәрсе айтпасаңыздар екен деймін. Содан кейін ешкімнің видеосын маған жібермей қойсаңыздар болады. Маған уже қызық емес. Әркім өзінің таңдауын жасады. Бізді ешкім қинаған жоқ. Біз өз еркімізбен үйленіп, өз еркімізбен ажырасқан адамдармыз. Ешкімге реніші жоқ. Просто бір-бірімізді жібердік и все. Осымен бәрі біткен, алдында бітіп қойған. Сол. Содан кейін сіздерге қазірден бастап айтайыншы, на будущее мен видео түсіретін болсам, блогерлермен или болмаса ұлдармен бір видео көріп қалатын болсаңыздар, маған хейт жазбаңыздар деп сұраймын. Өйткені блогер болғаннан кейін енді коллаборация жасайсың, енді контент түсіргің келеді, бір ойлап жүрген видеоларыңды түсіргің келеді деген сияқты қосып, болды мынау осымен жүріп кетті, или болмаса Нұркаға осы нәрсе керек болып жүр екен деп ойламаңыздар. Жұмысымен, жеке өмірімен деген сияқты ғой. Мен жеке өмірімнің барлығы негізі осы инстаграмға салам ғой. Біреумен даже сөйлесіп жатсам да, или болмаса біреумен видео түсірсем де, қайда жүргенімді барлығын осында салып отырамын. Так что артық ештеңке ойламаңыздар. Басқасы басқа, енді балама келген кезде мен ақшаны аямаймын. И витамин алатын болсам, міндетті түрде өте жақсы өнімнен алам. Қыздар, мен дәл қазір күшті өнім таптым. Жалпы сіздерге мынандай жағдай таныс па? Балада ЗПР, ЗРР, немесе кеш дамып жатқаны, кеш сөйлеуі, жаңағыдай іш ауруы, жиі ауруы, или болмаса тез ауру жұқтырып алатыны, иммунитеті төмен деген сияқты. Енді ол нәрсе қазір дәрігерге барсаң, қандай өнім десеңіз, мен бар ғой, міне шын айтып отырмын ше, баламның жақсы дамып келе жатқанын көріп, кәдімгідей қуанып отырмын. Біз садикке бара жатырмыз. Көзім үсіп тұршы. Әлі ұйықтаған жоқпын түнімен. Әжес кеттік. Барғаннан Емерді садикке алып келдім. Бүгін вообще жылаған жоқ. Бұл деген өте жақсы көрсеткіш. Уже 4-ші күн ба бар жүрген, не? 4-ші күн, не? Иә, мүлдем жылаған жоқ. Молодец. Соған қарағанда тәрбиешілері өте жақсы болып тұр. Ұрмайды, соқпайды, ұрыспайды. Бұл садикке алып келгеніме өкінбедім, короче. Жандар, машина осыны дұрыстап түсіндіріп кетейін. Бұл Хуршеттің машинасы емес, бұл менің машинам. Кредитін осыған дейін өзім төлеп келе жатырмын. И дальше өзім төлеймін.
бүкіл ел шулатып масқара. Самира журнам деп бүкіл елге қосып кішкі қайда деп. Это вообще нечто было. Ана эле жұмыста білмеймін, бүкіл подъезд кетеді. Айна бір рет журнадым қыздар өзі. Масқара. Блатные носки ты не нюхала? Блатные носки. Это называется блатные носки, братишка. Самира? Самира, құрсын кірші лаңына. Барып шоңылшы, мә бізге бір күн көрсетеді ғой целый день. Айт десем, адамға айғайлап, аузына келген айтып, қарғап сілеп кетті де, сен неге мені алмайсың деп. Енді шашың жарамайды деп тұрсам, значит жарамайды ғой. Ол жарамайтын шашты алып тастан істеп, шаш күйіп қалса, ертең айтады, кім істеді? Айбат істеді, айбат істей алмайды екен ғой деп айтады. Сол жаманатты болмайын деп жаным ашып, бір-екі айдан кейін өсіріп, шамалы болып келіңіз десем, тыңдамай мені ұрсып, қырылып кетті. 25 жыл стажым бар, мен мұғаліммін. Мына мен сен Астанада жұмыс өткізбеймін. Сен мына жерде жұмыс істемейсің Астанада. Менің связьдерім бар деп жынданып кетті, короче. Прикинь, сондай история болды. Астана қаласының қыздары осы апта забитый, окошко жоқ. Былай бір-екеуін табуға болады. Келесі апта окошкалар бар.